Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге мен Дастан. Бүгін біз видео түсіруге телефон ба, камера ма, қайсысы жақсы, қайсысы қалай түсіреді, соны талқылайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Ең бірінші айту керек нәрсе, сіз видеоны автонастройкамен түсіретін болсаңыз, сіз оны телефонмен түсіресіз бе, камерамен түсіресіз бе, тіпті редпен түсіресіз бе, оның ешқандай айырмашылығы болмайды. Олай болса, айырмашылықтары неде екенін қарастырайық. Иә, білем, қазіргі телефондар 4К, тіпті оның ішінде 4К 60 FPS пен де түсіреді. Бірақ мынаған қараңыздаршы, бұл телефонмен түсірілген 4К видео, ал бұл камерамен түсірілген Full HD видео. Айырмашылықтарын қараңыздар. Камерадағы видеоның разрешениесі аз болса да, сапасы жақсы екенін көріп тұрсыздар. Бұл не үшін? Телефондағы видеоматериал өте қатты сығылады. Мысалы, бұл видеоның битрейті секундына 25 мегабит. Ал камера видео үшін арналғандықтан, камерадағы видео Full HD болса да сапалы, әдемі, анық көрінеді. Келесі айырмашылық бізде динамикалық диапазон. Динамикалық диапазонды қысқаша айтатын болсақ, видеодағы түстер немесе жарық туралы ақпараттардың саны. Сіздерге түсініктірек болу үшін қазір екі видеоны салыстырып көрейік. Бірінші видео ол iPhone XR-ға түсірілген, ал екінші видео осы кәдімгі камераға түсірілген. Егер мен мына видеода даланың жарығын азайтып, керісінше жазуды жарықтау жасайтын болсам, видеоның сапасы бұзылып, көп ақпаратты жоғалтып алам. Ал камерада өздеріңіз көріп тұрғандай барлығы керемет. Далада көрініп тұр, іштегі жазуда анық көрініп тұр. Мен бұл жерде қандай да бір монтаж арқылы телефонмен түсірілген видеоны өзгерткім келсе, ондай нәрсе мүмкін емес. Өйткені видеода телефон аз ақпарат жазады. Тура осындай нәрсе ол түске де байланысты. Камерамен түсірілген видеодан өзіміз қалаған түстерді шығаруға болады. Өзіміздің фантазиямызбен боясақ та болады. Ал телефонда бұл өте қиын. Мысалы, мына видеоны камерадағы сияқты бояуға тырыссам, ол нәрсе мүмкін емес екенін көруге болады. Ал егер бояуға болатын болса да, ол оңай емес, біраз қиналуымыз керек болады. Біз міне осыдан да камерамыздың көп ақпарат жазатынын көре аламыз. Соның арқасында міне жаңа көргендеріңіздей нәрселер жасауға болады. Келесі нәрсе бізде сенсордың үлкендігі. Ол нәрсені түсіндірмей-ақ көрсеткен негізі дұрыс болады. Мысалы, мына камераның объективін алатын болсам, ішіндегі міне осы төртбұрыш нәрсе сенсор деп аталады. Камерамыздың сенсоры үлкен болған сайын, ол жарық аз жерде жақсы түсіреді. Тағы да екеуінің видеосын салыстырмаса болмайды. Телефонға түсірілген видеоны қараңыз. Бұл жерде жарық аз, сол үшін де шум өте көп болып тұр. Өздеріңіз қарағандай видеоның сапасы бұзылады. Кез келген телефонға түсірсең, сенсоры кішкентай болғандықтан видео осылай шығады. Ал бұл камераға түсірілген видео. Бұл жерде ештеңе түсіндірудің керегі жоқ, барлығын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Тағы да бір үлкен әрі маңызды функция ол ауыспалы объектив. Ал телефонға қарасақ, телефонда широкоугольный бір объектив тұрады. Қазіргі кейбір телефондарда тіпті 4-5 камераға дейін барады. Бірақ ол жерге қанша объектив салсақ та, бәрібір ол сенсордың үлкендігіне келіп тіреледі. Объектив пен сенсордың үлкендігі әсер ететін тағы да бір нәрсе, ол түсірген кездегі фонның, артқы фонның бұлдырауы, яғни ғылыми тілмен диафрагма. Телефондағы матрицаның кішкентай болғанына байланысты бізде түсірілген видео плоский болып көрінеді. Сондықтан телефонмен әдемі размытый видео түсіру үшін, фонды біраз болсын бұлдырату үшін телефонды барынша жақындату керек болады. Бірақ қазіргі телефондарда портретный режим дегенде бар. Өкінішке орай, ол тек фото үшін ғана. Бірақ оның өзін телефон өзі жасанды интеллект арқылы жасайды. Соның өзінде идеальный размытый фон алу өте қиын. Әдетте телефонда әдемі видео шығу үшін әдемі фон, әдемі жер іздейміз. Ал камерада фон размыт етілген үшін видео кез келген жерде түсірсе де әдемі көрінеді. Біздің объективімізге байланысты тағы да бір маңызды нәрсе ол угол. Бұрыш дейміз ба, қалай айтамыз. Ол өте үлкен тақырып, оның ішінде зум, широкий угол, миллиметр деген нәрселермен бастарыңызды ауыртпай-ақ қояйын. Осы нәрселерге бұйыртса алдағы уақытта тереңірек тоқтала жатармыз. Мен сіздерге бағанадан айтып жатқан түсініксіз нәрселердің барлығын сіз камерада, егер видеоны ручной настройкада түсіре алсаңыз ғана жасай аласыз. Басында айтқанымдай, авторежимде түсіретін болсаңыз, оның телефоннан еш айырмашылығы қалмайды. Егер ручной режимде үйренетін болсаңыз, камерада істей алатын нәрсе өте көп. Қалаған форматта, қалаған режиммен, қалаған түсте түсіре аласыз. Мен сіздерге осының барлығын алдағы уақытта детально түсіндіруге тырысамын. Егер сіздің видеоға қатты қатысыңыз болмаса, мына нәрселерді түсінбеуіңіз де мүмкін. Сол үшін бір қорытынды шығарып көрейік.
Жай нерселер үчүн Instagram, TikTok үчүн казыркы кез келген телефондун камералары келе берет негизи. Ал эгер сиз адемирээк фото, видео түшүргүңүз келсе, түшүрүлгөн материалдар менен ары карай жумуш жасоо керек болуп жатса, жумуш жасагыңыз келсе, онда әрине камерасыз болмойт. Көбүрөөк мүмкүндүк болгон сайын соголум жакшы. Сиздерде айырмачылыктарын түшүндү деп ойлаймын. Эгер түшүнбөгөн болсаңыздар, кез келген сурак боюнча комментарий калтырсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.